Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп, ішінде лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бұл 2-ші тоқсанға арналған ең алғашқы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларыңыз. Бізде бөлім сүйіспеншілік пен достық морфология бөлімдері бойынша жиынтық бағалау тапсырмасын орындаймыз. Алғашқы тапсырма мәтін үзіндісін мұқият тыңдап, жұпта сұрақтарға дәлелді жауап беріңіз деген сұрақтар. Мәтінде айтылған нағыз достықтың үлгісін қалай бағалайсыз? Нағыз достықтың бұл үлгісі адалдық пен жанқиярлықтың көрінісі. Батырдың досын құтқару үшін өзінің өмірін құрбан етуге дайын болуы оның достығының тереңдігін көрсетеді. Шынайы достық үшін барлық кедергілерге қарсы тұру үлкен ерлік. Екіншісі, шынайы достық өзіңді құрбан етумен ғана өлшене. Шынайы достық міндетті түрде құрбан етумен өлшенбейді. Ол бір-біріне деген адалдық, сенім және қамқорлық, құрбан ету жағдайға байланысты болуы мүмкін. Бірақ ең бастысы достардың бір-біріне әрдайым қолдау көрсетуі. Дәл осы жағдаятта досты құтқарудың басқа да амалы бар ма? Бұл жағдайда қиын, бірақ батыр басқа тәсілдер ойластыра алуы мүмкін еді. Мысалы, жаудың қолбасшысымен келіссөздер жүргізіп, немесе одақтас табуға тырысып көрсе де болар еді. Алайда бұл жерде оның достығын көрсету үшін көзін беруге дейін барғаны ерекше шешім. Адамды досына қарап таны дегенді қалай түсінесіз? Бұл мақалада адам мінез құлқының достары арқылы көрінетінін білдіреді. Жақын достар адамның қандай құндылықтарды бағалайтынын, қандай қасиеттерге мән беретінін көрсетеді. Достардың адалдығы мен қамқорлығы адамды жақсырақ тануға мүмкіндік береді. Келесі осы мәтінді оқисыздар, сол бойынша жоғарыдағы тапсырмаларға жауап бересіздер. Екінші тапсырма, жұбыңыздың сұрақтарға жауабын өз жауабыңызбен салыстырып кері байланыс беріңіз. Жалпы келісетін не келіспейтін тұстары бар ма? Жұптың жауабы: нағыз достық бұл қиын сәтте бір-біріне қолдау көрсету. Мәтіндегі достық үлгісі шынайы, өйткені батыр өзінің досын құтқару үшін көзін беруге дайын. Бұл достықтың адалдығы мен беріктігін көрсетеді. Шынайы достық тек құрбандықпен өлшенбейді, бірақ адам достығы үшін қажет болғанда құрбандыққа дайын болуы керек. Досты құтқарудың басқа да амалдары болуы мүмкін. Мысалы, ол жауынгердің қолбасшысымен келіссөз жүргізу немесе басқа сарбаздардан көмек сұрау. Бірақ батырдың таңдауы оның достығын ерекше көрсетеді. Адамды досына қарап таны деген сөздің мәні адамның мінезі мен құндылықтары достарынан байқалады. Достары сенімді әрі адал болса, адамның да сондай қасиеттері бар дегенді білдіреді. Кері байланыс: жауаптарыңыздың көп бөлігімен келісемін. Әсіресе достық тек құрбандыққа байланысты емес, сенім мен адалдықтың да маңызды екеніне, сондай-ақ сіздің адамды досына қарап таны деген мақалды түсіндіруіңіз де толық әрі дұрыс. Алайда үшінші сұрақта келіспейтін тұс бар. Сіз досты құтқарудың басқа амалдары болуы мүмкін дедіңіз. Келісемін, келіссөз жүргізуге тырысу орынды болар еді, бірақ бұл мәтіннің мәнін өзгертеді. Батырдың көзін құрбан етуі оның достықтың ең жоғары деңгейін көрсетеді. Бұл таңдауының арқасында жаудың қолбасшысы қазақ жауынгерлерінің ерлігін мойындап шегінуге бұйрық береді. Жалпы бұйрық береді. Құрметті оқушылар, енді дескриптор бойынша бағаланамыз. Әрине, бізде толық балл 8 балл, осы 8 балдың толықтай 8 балын алып отырмыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.
Алдағы убактарда дәл ушундай БЖБ тапсырмаларын силерге арнап баардыгын толук чыгаратын боламыз. Енді бүгүнкү осы. Сау болуңуздар.